Жуырда ғана жанұялық өмірді жаңа парақтан бастаған Дәурен Айдарқұлов пен Ақбота Сейтмағамбет жеке өмір жайлы жан баласына жақ ашпаған еді. Алайда уақыт емші емес пе? Отағасы жұртты қызықтырған сауалдың жауабын бірінші болып бізге айтты. Кешуден кеткелі Ақботаның жағдайын жұрт баян мақсат қызынан емес Дәуреннен сұрауды әдетке айналдырды. Көрермен көзінен тасада қалған әнші қыздың қазіргі халін Айдарқұлов айтпағанда кім айтады? Өйткені жақында ғана жас жұбайлар некелесіп, мына бір суретімен желіні дүр сілкіндірді емес пе? Осындай даудан кейін Дәуреннің Ақботаның амандығы жайлы әлеуметке азды-кем ақпарат таратпасқа амалы қалмағандай. Ақботаны қалғалайды. Бәрі альхамдулилля жақсы. Өзімнің жеке өміріме қатысты сұрақтарға жауап бермесем болатын шығар. Я, әрмен қарай бармай-ақ қояйық. Ең бастысы екі жастың бас аман, бауыры бүтін. Ал ақ көйлек киген суретін желіге жүктеп, оқырмандарының ойын сансаққа жүгірткен Ақботаның тойы қашан? Тойда, білмеймін, той деп әлі ешкім айтқан жоқ маған. Не бота ондай ақпарат тартқан жоқ, той болады. Осы күні келіңдер деген ондай. Дәуренмен мен сол бір көрген кезде ғана амандасып қалам, былай ол кісімен номері де жоқ, ол мені шақырған жоқ. Мүмкін енді ол жағын ойласып жатқан болар. Ұзын құлақтан естуімізше, Ақбота мамырдың мамыражай күндерінде ана атанады екен. Жұмыстан қолы босамайтын құрбылары тек әлеуметтік желі арқылы хабарласып тұратындарын айтады. Әрине біз 2 жыл бірге жұмыс істеген екен, жағдай сұрасып тұрамыз. Бұлай кездесуге уақытым аз, сондықтан мен оның жағдайын сұрап, денсаулығын сұрап, қалай екен солай WhatsApp арқылы. 1,5 айдай сөйлеспей кеттік, себебі ол номер телефонын ауыстырып, хабарсыз кетті. Соң мен өзім іздеп тауып алып, номерін алып, қал жағдайын сұрап, сол бір апта бұрын сөйлескен болатынбыз. Ал Бағым ханым Ақботаны жарты жыл бойы көрмеген. Тіпті шәкіртінің жеке өміріндегі жағымды жаңалықтары жайлы да білгісі келмейді. Неге? Ақбота кешуден кетерде менімен қоштасуға да шамасы келмеді. Сондықтан оның қал жағдайын білуге құштар емеспін. Мүмкін жастығы болар. Біздің топта ән салған қыздар әртүрлі жағдаймен ұжымдағы жұмысын тоқтатып жатады. Менің оған етім үйреніп кеткен. Ал Дәурен жеке өмірінен гөрі шығармашылығына қызыққандардың саны артсын деді ме? Құпияның ақиқатын ашпады. Құпия бола берсін онда. Ол да қызық қой. Серік Қазаязбаев, Дәурен Мерғалиев, Ревью жаңалықтары.